Октябрь кіруге ғалымет татар 1502 жылдағы қазан ғалағатын еске түсірмей қалмайдыр. Қатырлаймыз. Әлбәтте, рәсми қатырларға да мүмкіндік бар еді. 20 жылларлық бұл мәселе дәулет советіне қойылды. Ләкин ғалымет депутаттарымыз азырақ болып шығу себепті қатыркені рәсмиleştirмей қалынды. Ләкин мұны артық біршілік керекті қабылдыры керекмдерді. Чүнки қатырлау әркімнің үстінөлінде бұл татар халқының фажиғасы бұл біздің барымыздың да ерегінде сақлана. Әлбәтте, әйтушілер бар. Неге жеңілуіне әр уақыт істеп тұрған ол алға баруға нашыл етті. Меніңше тарихын білген кішігіне алға барғанда өткендегі ялғыштардан арынала. Кебебекінің туғрасына қатырлаймыз деп жазып қойылған. Меніңше бұл шиғар біздің татар халқына да туры келіп тұрады. Бұлдырамыз деп лақырғанша қатырлаймыз деген ұран біздің ерекке әр уақыт қалқып тұруға тиіс. Әлбәтте, әйтушілер бар. Кто старый помянет, тому глаз вон дейді. Әлбәтте, бұл әйтімде мендір жанау түсмірлері де сезілі. Чүнки артқа бұрылып қарасаң, емесе күшсіз қалуым бар. Ләкин біз білеміз, күшсіз кіші ол қатырсыз кіші. Қатырсыз кіші, күшсіз кіші. Әлбәтте, мен күшірмен мәлімді екен. Шуңа көре біздің көрдік жолбасшыларына бізді алға едәділер, бәхітлі келешекке едәділер, алып бардылар, һәм біз ұпқын шетіндеген алының сұқыр екенін анықладық. Шуңа көре қатырлау ол тарихи қатырының сау болуы, миллет кешейшіне меніңше нендер бір күш істейді. Чүнки қатырлаған кішігіне келешекке сен сол бар ала. Қатыр кеніне келерген ұтмағыз қадірлі миллеттішілер. Чүнки милли қан ол біздің ерегімізде қабақ сақланға тиіс.